Таң ата тұрып таңғы асты ішіп, кері кеттім қала аралауға. Керемет витпен таңғы ас ішу деген мықтығы. Питердің футбол командасы қандай екен білесіз бе? Білмесеңіз айтайын. Зенит. Метромен сол жаққа жетіп алдым. Станциясына дейін футбол темасында безендірілген екен. Ал стадион ол бөлек тема. Осы Зенит футбол клубы кезінде Лига чемпион ойындарында Европаның мықты командаларымен беріспей ойнаған еді. Ал қазір оның барлығы жоқ. Қазір бос тұр десе де болады, почти. Тек қана Россияның чемпионатындағы ойындар болды. Өкінішті әрине, себебі ол кезінде Европада дүркіреген мықты командалардың бірі еді ғой. Осы стадионнан бір остановкадай жерде Лахта центр бар. Соған бастым. Ол жерде Питердің Бурж халифасы деп те атауға болады. Бұл негізінен Газпром деген үлкен организацияның зданиясы. Зенит футбол клубының бастықтары. Айналасын жақсы жасап қойған екен. Жағалауында да демалатын жерлер өте көп. Петербургтың Бурж халифасы. Егер сіздер Петербургқа келсеңіздер, осы жерге келсеңіздер болады. Бұл жер тоже әдемі фотоға, видеоға. Мына жерде шағын парк жасап қойған, бірақ ол әлі жасалып бітпеген. Немесе қазір мая кішкене салқындау болған соң жасыл шөп шықпаған, теректер көктемеген. Сондықтан кішкене ұсқынсыз болып тұр. Бірақ егер сіздер жазғы уақытта, жылы уақытта келетін болсаңыздар, мына жер керемет бір сіздерге демалатын жер болатынына сенімдімін. Мына сумен жүре берсе Финляндиямен шектесу болады. Сондықтан мына жерден келіп Финляндияның құттай шетін болса да көріп кетуге келгенсіз болады. Сонымен қатар бұл жер Петербургтың ең шеткі нүктелерінің бірі болып есептелінеді. Мынадан кейін уже ар жағында Финляндия. Қаланың орталық бөлігіне келіп, осындай шағын мосттармен өтіп, қаланы біраз жаяу араладым. Күнде күшті болып кетті. Прям Европаның қалалары сияқты. Осындай мост шап-шағын. Голландия сияқты. Мықты. Керемет. Маған осындай Петербург ұнайды. Ана келесі жерде екінші мост тұр. Сонымен былай қарай өтуге болады. Мықты, күшті. Осы Питер қаласына келуімнің бірден бір себебі үй төбесіне шығу болатын. Онымен төбеге шығу оңай емес екен. Интернетте жазылған адрестер бойынша үйлерді іздей бастадым. Төбесі ашық болар деп ойладым. 4 үйге кіріп қарадым, бәрі кілттеулі тұр екен. Босқа уақыт жоғалттым. Сосын төбеге алып шығатын гидқа звондап келістім. Ол келгенше жүрек жалғап алайын деп, осындай керемет бір жерге кіріп, тәтті шай іштім. Шай мен осындай тәттілер мықты кетті. Мынау бітті. Осы пайда болды. Сағат 5-дің шамасында гидім келді. Есімі Кирилл. 1200 рубльге төбеден экскурсия жасап беруге келісті. Здорово. Эльдар, Кирилл. Так, бұл Кирилл. Мен қазір төбеге шығарады. Так, осындай подъездбен қазір жоғарыға барып Питерді төбеден қараймыз. Кирилл деген менің экскурсоводым. Адамдар тұратын болған соң біздер жайлап жоғарыға көтеріліп бара жатырмыз. Есік төменде байқағандарыңыздай ашық тұр. Мына жерде кілті бар екен.
Лифтсіз кіре алмайды екенбіз. Так, бисмилlah. Төбеден Питерді қарау арманым еді. Питерде үй төбесіне шықпасаң, сен Питерде болмадың. Сондықтан бұл арманым да орындалды. Поедем специально низколетящим дорожкам, чтобы, во-первых, к ней мешают лица, а во-вторых, они совершенно не скользят. Пойдем. Менің Питерге келуімнің ең бірінші себебі осы. Здесь, правда, если что, можно хвататься, они все заизолированы. Бұл телефондардікі, в общем. Ну, собственно, да, здесь у нас основной достопримечательностью выступает Троицкий собор. И за своей спиной панорама 360 на все основные доминанты города. То есть такие как Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, торчит шпиль Адмиралтейства. Дом городских учреждений, вот этот дом, похожий на Диснейленд, с такими башенками интересными. Ну и такая современная достопримечательность, это у нас Лахта-центр. Ал гидім барынша қала тарихын айтып берді. Көптеген қызықты мағлұматтар айтты. Бәрін осы видеоға салсам ұзарып кетеді. Сондықтан оны бөлек видео етіп салатын боламын. Сол видеолардың барлығын жібере алмас үшін каналға тіркеліп алыңыздар. Осындай керемет әсермен театр іздеуге кірістім. Ресейдің мәдени астанасына барып, қала театр қарамайсың. 3 театрға бардым, билет жоқ екен. 4-шісіне барып, таптым әйтеуір. Қалай Ресейдің мәдени астанасына келіп тұрып, театр көрмей кетеміз, е? Қазір бұйырса, театр көріп, тамашалайтын боламыз. Шыққаннан кейін қалай болғанын сіздерге айтатын боламын. Барон Мюнхгаузен деген қойылым қарадым. Керемет болды. Әсерім мықты. Қойылым мықты болды. Қойылым не туралы десеңіздер, аздап саясат туралы. Оны айтып, YouTube'қа шығарып жіберсем, менің каналым блок болып қалуы мүмкін, немесе бір санкциялар болып қалуы мүмкін. Сондықтан саясатқа араласпаймыз. Тек шет жағын ғана айтып кетейін. Осы кезде Россияда не болып жатыр? Сол туралы болды. Мықты болды. Театрдың өзі халыққа жайлап, былайша айтқанда, намек ақтырып жатыр. Жақсы болды, маған ұнады. Мына қойылымнан кейін бір актерларға қысым болып қалуы мүмкін деп ойлаймын. Құттай болса да намек болып жатыр ғой негізінен. Ойлаймын да, ертең одан кейін артынан не болады екен деп ойлаймын да. Менің ойымша, біздің Қазақстанда мынандай қойылым болатын болса, міндетті түрде біреулер келіп қысып кетеді. Театрды, актерларды, директордан бастап барлығын қысып жібереді деп ойлаймын. Бұл жақта қалай болатынын білмеймін, көреміз. Алдағы уақыттарда мүмкін прессадан или бір жерден естуіміз мүмкін естімеуіміз де мүмкін. Ашық түрде айтқым келіп тұрған жоқ. Былайша айтқанда саясатқа байланысты болған соң. Сондықтан шет жағын түсінген боларсыздар, не жөнінде екенін және не айтқым келіп тұрғанын. Жалпы театрдың атмосферасы барлығы бөлек, күшті, ұнады. Шағын театр, бұл енді ең құтақандай театр, ең кішкентай театр емес, және бұл Петербургтағы ең үлкен театр емес. Мен резк іздеп 3 театрға бардым, 3-інде билет жоқ екен, 4-шісіне келдім, билет бар екен. Маған артқы жақтан және жоғары жақтан
екінші этаждан билет берейін деп отырған кезде дәл кассада тұрған кезде бір адам 10-шы қатардан және 10-шы орыннан билетін тапсырып тастаған екен. Сол кассадағы апай сізге повезло деп маған сол билетті бұйырды. Ол жағынан менің жолым болып кетті. Ал егер сіздер осындай театрларға келетін болсаңыздар және пландасаңыздар, ертерек билет алған дұрыс болады. Себебі арзан билеттер тез-тез сатылып кетеді. Театрға келіңіздер, тек қана Ресейдегі театр емес, Қазақстандағы театрға да барыңыздар. Театр деген ол жақсы нәрсе. Керемет әсермен шықтым. Театрдан шыққанда күн уже қараңғы болды. Питерде қауіпті ма кешкісін жүру? Соған жауап бере кетейін. Бұрындары 90-шы жылдарда деген Питерде, метрода, жалпы көшеде өзге ұлттардың жүруі қауіпті болған екен. Себебі бір белгілі бір топ өкілдері, олардың скампингтер деп атайды, солар көшеде жүріп, иттерімен өздерінің андай нацистке символдары бар, соларды тағып алып, сөйтіп көшеде жүріп, өзге ұлттарды іздеп, сабап, барлығы жауылып, сабап кетеді екен. Көп жылдар өткеннен кейін оларды өйтіп сабап қойғызбайды ғой, енді үкімет деген, значит, үкіметте, полицейскилерде барлығы жайлап крышевать еткен. Яғни сол кезде сондай саясат болған екен. Артынан уже бердің келе барлығын түсініп қойып, олардың барлығын тиіп, оларды соттағандарын, соттамағандарын қудалап, әйтеуір барлығын бетіп қойған. Қазір ондайлардың есе де жоқ, бірақ все равно жүріп жатырған кезде, кей кезде бір сондай бір салқындық сезіледі ме жақтың халқына. Москвада ондай сезілмейді. Но именно осы Питерде сондай бір салқындық, сондай бір адамдардың бөлек қарауы сезіледі. Метромен жайлап өзен жағасына келдім. Өзен жағасына түнде келген себебім Бүгін бір өте керемет күн болды мен үшін. Енді мен бүгін мосттардың ажырауы немесе екіге айырылып корабльдерді өткізіп жіберу процесін қарауға келдім. Ерте келген сияқтымын, адамдар өте аз. Сол атмосфераны, сол процестің барлығы қалай болады, соның барлығын сіздерге көрсетуге тырысатын боламын. Осыны көру үшін түнге дейін жүрдім. Қатты бір вау дейтіндей болмады. Көру керек болған соң ғана келдім, шыны керек. Сіздерге қалай? Комментке жаза кетіңіздер.